Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін духовкада тауық дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауығымызды жуып, мұзда шыққан болса, әбден ерітіп аламыз. Мен осылай жылы суға салып, ерітіп алдым. Толықтай еріген соң, пакетінен ашып, тауықтың жеуге жарамсыз жерлерін бәрін алып, ішінің бәрін тазалаймыз. Жақсылап тұздаймыз. Барлық жеріне жететіндей етіп, тұзды қалауыңызша барлық жеріне жағып шығып, біраз 20 минутқа, біраз уақытқа қалдырып қоямыз. Маринатын дайындайтын боламыз. Майонез бен томатты араластырып, үстіне бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Маринаттың барлығын тауыққа қоспаймыз, жартысын қалдырып, кейін көкөністерді маринаттайтын боламыз. Укроп саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Консистенциясы осындай болады. Жақсылап тауығымызды қасықпен жақсаңыздар да болады. Мен өзіме ыңғайлы болды, қолмен жақтым. Барлық жеріне жағып, ішіне дейін жақсылап жағып шығатын боламыз. Маринатталған тауықты жарты сағаттан 12 сағатқа дейін маринад күйінде сақтауға болады. Мен жарты сағатқа қойдым. Осылай барлық жеріне жететіндей етіп жағып қоямыз. Көкөністерді осылай майлаймыз, және де бағанағы маринадымызды жақсылап араластырып противенге саламыз. Үстіне тауығымызды қойып, ішіне майдалап туралған картоп пен сәбізімізді салып, қолын астына салып қоямыз, күйіп қалмас үшін. Және де ашық тұрған жерлердің барлығын ине жіппен тіксеңіздер болады, немесе зубочисткамен қыстырсаңыздар болады. Мен осылай ине жіппен тігіп, ашылған жердің бәрін тігіп тастадым. Аяғын да байлап қоямыз жіппен жақсылап. Осылайынан қыздырылып тұрған табаға саламыз. Міне осымен біздің грильдеріміз дайын болды. Осылай күрішпен бірге ұсындым. Видео ұнаса пікір қалдырыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады.